Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін сіздерге Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының қылмыстық құқық және криминология кафедрасының профессоры қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінің бірінші тақырыбы бойынша дәріс оқиды. Құрметті құрсан мырзалар, біз сіздермен осы екінші курстың бірінші семестрінде қылмыстық құқықтың жалпы бөлімін өткен болады. Енді осы жалпы бөлімді өту барысында біз сіздермен қылмыстық құқықтың ұғым түсінігі, оның жалпы қылмыспен күресу саясатындағы алатын орны жайында қарастырдық. Мұнда қылмыстық құқық бұзушылықтың ұғымы, олардың түрлерін, жаңағы жаза тағайындауда, одан босату, қылмыстың құрамы бойынша қарастырған болатынбыз. Енді бүгін біз сіздермен осы екінші семестрде қылмыстық құқықтың ерекше бөлімін бастаймыз. Ерекше бөлімді бастамас бұрын жалпы біз сіздермен қылмыстық құқықтың құрылымын, теориясын қарастырған болатынбыз. Сонда қылмыстық теориясында оның жүйесі болатындығы жайында айттық. Жүйесінің өзінде жалпы бөлімдегі не қарастыратындығын, одан кейінгі ерекше бөлімде не қарастыратындығын атап өткен болатынбыз. Енді біз сіздермен осы ерекше бөлімді бүгін бірінші тақырыбын бастаймыз. Бұл тақырыптың атауының өзі азаматтардың өмірі мен денсаулығына қарсы қылмыстық бұзушылықтар деп аталады. Енді ерекше бөлімнің құрылымына келетін болсақ, онда жүйелі түрде бірнеше тараулар топтастырылған. Оны біз сіздермен естеріңізде болса, қылмыстың құрамының ішіндегі объектіні қарастырған кезде объектінің жалпы топтық тікелей объекті болатындығын айтқанбыз. Енді осы тараулардың өзінің топтастыруының өзіндік негізі, реті бар. Яғни қоғамға қауіптілік дәрежесіне байланысты бұлардың өзі тараудың орналасуымен жүйеге қойылған. Енді салыстырмалы түрде айтатын болсақ, енді біз міндетті түрде кеңестік дәуірде болған қылмыстық құқықтың ерекше бөлімінің жүйесінің айырмасын атауымызға болады. Онда мысалы ерекше бөлімнің бірінші тарауында мемлекеттік меншікке, жеке меншікке назар аударған. Яғни сол кезіндегі жүргізілген саясатқа қатысты негізгі басымдық мемлекеттік меншікке негізделді. Енді қазіргі таңда Қазақстан Республикасындағы өзінің ұстанып отырған саясатына байланысты, конституциялық негіздерге байланысты, оның ар жағында тіпті халықаралық адам құқықтарына байланысты негізгі басты құндылық ретінде осы адамды алып отыр. Сондықтан біздің қылмыстық құқықтың ерекше бөлімі адамға қатысты, жеке адамға қатысты азаматтардың өмірі, денсаулығына қарсы қылмыстарды бірінші тарауға орналастырған. Енді бұның маңыздылығы сонда, себебі ең басты құндылықтың өзі Конституцияда, төменде айтамыз, адам құқықтары, бостандығы, өмірі, денсаулығы қарастырылады. Енді бүгінгі қаралатын сұрағымыз бірінші Конституция мен адамның жеке басына құқықтығын, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының кепілдігін қамтамасыз ету, жеке адамға қарсы қылмыстық бұзушылықтардың түрлері мен ұғымы қарастырылады. Одан кейінгі екінші сұрағымызда өмірге қарсы қылмыстық бұзушылықтар, яғни қылмыстық кодекстің адам өлтіру 99-шы бабы, жаңа туған бала анасының өлтіруі, аффекті жағдайында болған адам өлтіру, яғни қылмыстық кодекстің 101-ші бабы. Одан кейін үшінші сұрағымызда денсаулыққа қарсы қылмыстық бұзушылықтардың ұғымы мен түрлерін атайтын боламыз. Енді осы тараудың өзінің маңыздылығына қарай қажетті әдебиеттер бар. Әдебиеттер одан кейін қылмыстық кодекс міндетті түрде негізгі жазып алуымыз керек болады. Адамның өмірі мен денсаулығына қарсы кейбір қылмыстарды саралау туралы нөмірі 1-ші нормативтік қаулы. Бұл бізге міндетті түрде қажет. Сондықтан бұны біз сіздермен конспектлеп жазып алуымыз керек. Одан кейін осы тақырыпқа қатысты бірнеше қаулылар бар. Одан кейінгі, яғни оқулықтар қылмыстық құқық бойынша ерекше бөлім Исидор Шаймилов Баршашвили, Роза Алтан Құлжақаеваның
бас редакциялығымен 2007 шыққан жалпы қарастыра. Одан кейінгі айта кететін нәрсе, нақты осы оқулықтармен ғана тоқталып қоймай, интернет жүйесінен осы қылмыстықтың ерекше бөлімі, оның ішінде жеке адамға қарсы қылмыстар жайындағы барлық ақпараттарды қарастыруларыңызға болады. Енді жаңа Конституцияда айтып отырмыз ғой, ең қымбат қазына адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп бірінші бабында айтылған дедік. Одан кейінгісі 15-ші бабында әркімнің өмір сүруіне құқығы бар, ешкімнің өз бетінше адамның өмірін қиюға қақысы жоқ деген заңдармен бекітілгендігі, баптармен бекітілгендігі белгілі. Енді осыны негіздей келе біздің тақырыбымыз бүгінгі жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар дегеніміз не дейтін болсақ, ол адамның өмірі мен денсаулығына, жыныстық дербестігіне, бостандығына, ар-намысына қол сұғылатын қоғамдық қауіпті әрекет танылады дейді. Яғни қылмыстық бұзушылықтардың мұндай түрлерін істеу нәтижесінде адамға айтарлықтай зиян, өмірге, денсаулыққа, заңды құқықтар мен бостандықтарына зиян келтіру қаупі туындайды. Тек қана жаңағы зиян ғана келтіріп қоймай, оның үстіне қауіп төндіретін болса да, осы біздің бүгінгі қаралатын тарауымызға негіз бола алады. Енді біз сіздермен осы жеке адамға қарсы қылмыстар тарауын қарастырған кезде, оның ішінде біріншісі жаңағы топтық объекті болатын болса, тараудың атауы, оның ішінде тікелей объектісіне қарай оның өзі бірнеше бөлікке бөлініп кетеді. Оның біріншісі өмірге қарсы қылмыстық бұзушылықтар деп аталады. Яғни біріншісі адам өлтіру 99-шы бап, одан кейінгі ауырлататын мән-жайларда адам өлтіру 99-шы баптың екінші бөлігі. Бұны біз сіздермен қазір төменде нақты тоқталатын болатын. Одан кейін жеңілдететін мән-жайларда адам өлтіру 100-ден 100-ші баптарға, абайсызда қаза келтіру 104-ші бап, өз-өзін өлтіруге дейін жеткізу, яғни қылмыстық кодекстің 105-ші бабы қамтиды. Адам өлтірудің құрамына келетін болсақ, енді біз сіздермен жалпы бөлімде қарастырған жаңағы кез келген қылмыстың құрамын біз талдайтын болдық қой. Сонда бүгін біз сіздермен енді тікелей нақты қылмыстың түрлеріне қатысты құрамын қарастырамыз. Енді адам өлтірудің құрамы, яғни оның объектісі, жоғарыда атап өткенде адамның өмірі. Адамның өмірі. Объективтік жағы белсенді іс-әрекет жолымен де, әрекетсіздік жолымен де жасалуы мүмкін дейді. Бұны естеріңізде болса білесіздер ме? Объективтік жағында біз айттық әрекет, әрекетсіздік, одан туындайтын зардап, қоғамға қауіпті дедік. Және осы әрекет пен зардаптың арасындағы себепті байланыс міндетті болу керек. Біздің қарастыратын тақырыбымыздағы баптар болатын болса, осы баптар объективті жағында міндетті түрде адам өміріне қол сұғылғаннан кейін өлімнің болуы, яғни зардаптың болуы талап етіледі. Егер де зардап болмаған жағдайда, әдетте біз айтамыз, қылмыстың құрамы жоқ деп айтамыз. Енді субъективті жағы тікелей және жанама қасақанақтықпен жасалады дейді. Енді бұл жерде біз 99-шы бапта адам өлтіруді міндетті түрде қасақаналық ниетпен жасалатын болса, осы тараудың кейбір баптарында субъективтік жағында жанама ниетпен де қамтылатын адам өлтіру қылмыстары бар. Одан кейін субъектісі есі дұрыс, әдетте біз айтамыз ғой, 15-ші бапта қаралғанда бірінші бөлігінде жалпы қылмыс 16 жастан басталатын болса, ерекше жағдайларда дедік, ол 14 жастан басталады деп атаған болатынбыз. Сонда осы бүгінгі біздің қаралатын баптардың ішінде 14 жастан басталатын бап, негізі 99-шы бапты нақты қарастыратын боламыз. Енді адам өмірінің басталуы және аяқталуы дейді. Бұны біз сіздермен не үшін қарастырамыз? Әдетте адам өмірге келгеннен кейін физиологиялық босану үдерісінен басталу сәтінен ол адам дүниеге келді деп айтамыз. Өмірі басталды. Енді аяқталуы ол әртүрлі болу керек, дегенмен де ол медициналық тұрғыдан және заңдық тұрғыдан ол негізделген. Адам өмірінің аяқталуы биологиялық өлім болу керек, яғни ми қабығының өз қызметін тоқтатуы. Ол ыдыраған жағдайда өз қызметін тоқтатады. Осы кезеңнен бастап адамға биологиялық өлім келді деп атаймыз. Ол әдетте медициналық тұрғыдан 4-7 минутқа дейін жалғасады екен. Ал клиникалық өлім ол жүрек қызметінің, тыныс алу жолдарының тоқталуы болғанымен, оның миының әлі де қызметін атқару барысы
ол клиникалық өлім. Клиникалық өлімнен кейін де ол қайтадан қалпына келіп жатады. Ондай клиникалық өлімнен кейін жүрек қызметі қайта қалпына келтірген болатын болса, адам өлтіруге оқтал болып табылады деген анықтама бар. Ол яғни оқталуды біз білеміз, қылмыстық кодекстің 24-ші бабының 3-ші бөлігімен қарастырылады. Яғни 99-ші бап адам өлтіруге оқталу болып сараланады. Енді біздің негізгі бабымыз бүгінгі қарастыратын ерекше бөлімнің бірінші тұрған бабы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіндегі 99-ші бап. Яғни адам өлтіру. Бұның енді құрамына тоқталатын болсақ, әдетте жаңа жоғарыда айтып өттік, объектісі адам өмірі, адамның өміріне қол соғылғаннан кейін тікелей объектісі адамның өмірі болатындығы. Объективтік жағын біз басқа адамға құқыққа қарсы қазаға ұшырату дейміз. Бұл өзі осы 99-ші баптың диспозициясында берілген. Яғни материалдық құрамды қылмыстар сияқты үш элементтің жиынтығынан тұратындығы. Яғни әрекет, жоғарыда айтып өттік, әрекетсіздік, одан туындайтын қоғамға қауіпті зардап, одан кейінгі осы зардап пен әрекеттің арасындағы себепті байланыстың міндетті болуында. Міндетті жаңағы әрекетті жасау арқылы зардап келтіретіндігі, осының арасындағы міндетті себепті байланыстың болатындығы қажет ететіндігін тағы да қайталап айтамыз. Енді субъектісі 14 жасқа толған есі дұрыс адам, бұл қарауларыңызға болады 15-ші баптың 2-ші бөлігінде осы 99-ші бап нақты көрсетілген. Яғни осы қылмыстық әрекет үшін 14 жасқа толған есі дұрыс адам жауаптылыққа тартылатындығы. Енді субъективті жағына келетін болсақ, ол тек тікелей қасақанақпен жасалатындығы. Есімізге түсірек, тікелей қасақана дегеніміз, яғни ол өзінің қоғамға қауіпті әрекетін ұғынады, осы қоғамға қауіпті әрекетінен қоғамға қауіпті зардаптың туындайтынын білетіндігі, үшінші осы қауіпті зардаптың болуын тілейтіндігі. Яғни осындай субъективті жағынан қамтылатын болса, біз тікелей қасақаналық деп атаймыз. Енді полковник мырза, кешіріңіз. 14 жасқа толған жасөспірімде осы 99-ші баппен соттала бере ма сонда? 99, аса ауыр қылмыстар 8 жылдан 15 жылға дейін ол міндетті түрде. Мен жаңа қайталап айтып жатырмын, 15-ші бапты қараңыздар. 15-ші баптың 2-ші бөлігінде 14 жастан жасалған қылмыстар үшін жауаптылық басталады дейді. Сонда осы 99-ші бап нақты көрсетіліп тұр. Оның санкциясында басқа жазалардан басқа бас бостандығынан айыру жазасы 8 жылдан 15 жылға дейін қарастырылған. Егер де қандай да бір түсініксіз жерлер болатын болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар, нақтылап тағы да қарастыратын боламыз. Бұл өзі 99-ші бап 3 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі осы аталған құрамды қамтиды, екінші бөлігі 15 тармақтан тұрады. Содан кейін үшінші бөлігі бар, оған нақты тоқталамыз. Жаңадан енгізілген құрам ол. Сонда заң шығарушы жаңағы қылмыстық құқықтың теориясында осы 99-ші баптың бірінші бөлігін жай адам өлтіру дейді. Енді былай қарағанда қарапайым адам өлтіру деп қабылдайды. Неге десеңіз, екінші бөлігі ауырлатушы мән-жайда адам өлтіру деп сараланады. Көрдіңіз бе? Сонда былай қарағанда қарапайым адам өлтіруге не жатады дейтін болсақ, оның өзінің жаңағы субъективтік жағымен қамтылатындығы. Оны міндетті түрде біз салыстырмалы түрде осы 99-ші баптың 2-ші бөлігінің 15 тармағымен қамтылмаса, ол осы бірінші қарапайым адам өлтіруге жатқызамыз біз. Мысалы, өшпенділікпен, көр алмаушылықпен, тағысын тағы қызғанышпен адам өлтіретін болса, себептері әртүрлі ғой. Ол жаңағы біздің неге бірінші жалпы бөлімді өткен кезде неге мен сендерден жаңағы қылмыстың құрамын қайта-қайта талап еттім, білулерін қажет деп. Өйткені оны біз біліп алсақ, қылмысты кез келген бапты ерекше бөлімін талдау кезінде бізге ол оңай болады, түсінікті болады. Сонда осы баптың өзіндегі бірінші бөлігін екінші бөліктен ажырату үшін біз жаңағы субъективтік жағын қарастыруымыз керек. Оның ниетінде қалай қамтылып тұр? Тікелей қасақаналықтың ішіндегі жаңағы қылмыс жасауының себебі. Ал кінә дейміз ғой, кінә, ниет, мақсат бар ғой. Сонда сол кінәсін анықтау арқылы біз оны саралаймыз.
оның қазір төменде екінші бөлігін қарағанда сіздерге бірден түсінікті болады. Сондықтан мына бірінші бөлігін біз қарапайым адам өлтіру деп, енді бір қарапайым деп айтқан, бір қалай деп айтуға болады, жай адам өлтіру деп айтады, бір түкке тұрмайтын сияқты айтылып тұр. Өйткені себебі біз екінші бөліктен ерекшелеп алуымыз керек. Өйткені ол ауырлататын мән жайда, ал мынау қарапайым адам өлтіру. Бұның өзі де оңай нәрсе емес қой, аса ауыр қылмыстардың түріне жатады. Сондықтан заң шығарушы теориялық тұрғыдан осылай жіктейді. Ал енді бұл бірінші бөлігі түсінікті болатын болса, біз сіздермен онда екінші бөлігіне көшейік. Екінші бөлігінде міне сараланған адам өлтірудің түрлері. Яғни екінші бөлігі 15 бөліктен тұрады. Тармақтан тұрады деп айтамыз. Енді осының әрқайсысына жеке-жеке қысқаша тоқталып өтейік. Себебі бұның маңыздылығын білу бізге қажет. Өйткені ертеңгі күні адам өлтіруде саралау кезінде жаңылыспас үшін қылмыстық, айтамыз ғой, жоғарыда айттық қой, бізге құрамы не үшін қажет дегенде, қылмысты қылмыс еместен ажырату үшін қажет дедік қой. Сонда біз осы адам өлтірудің өзін біз қылмыс екенін біліп, оны қай бап түсінікті ғой, 99 болатын болса, қай тармағымен саралау үшін бізге маңызды. Сондықтан осыны мұқият қарастыруымыз керек. Енді адам өлтірудің бірінші тармағында екі немесе одан да көп адам өлтіру дейді. Айыптың іс әрекеті бір ниетке бағытталған. Іс әрекет бізге немен қамтылады? Көрдіңіз бе? Бір ниет, тағы да жаңа жоғарыда айттық қой, субъективті жағымен қамтылып тұр. Ол өзі бір адамды өлтіріп бір құрам ғана құрап тұр ма, әлде бірнеше әрекетпен бір ниетті құрап тұр ма, соны анықтауымыз керек. Оның ортасындағы мысалы бірінен кейін бірін, бір уақытта бірнеше адамды өлтірудің өзінде ол ниеті біреу болу керек. Не үшін өлтірді? Кінәсі, мақсаты, ниеті анықталу керек. Көрдіңіз бе? Ол уақыттың аралығы жоқ. Онымен санаспайды. Бірнеше уақыттан кейінде бір ниетпен адам өлтірсе, ол осы бірінші бөлікпен қамтылады. Түсінікті ме? Енді екінші бөлігіне қарайық, адамның қызметтік жұмысын жүзеге асыруына не кәсіптік немесе қоғамдық борышын орындауына байланысты осы адамды немесе оның жақындарын өлтіру. Міне заң шығарушы бұны да ауырлатушы мән-жайға келтіріп тұр. Егер де кінә жәбірленушінің тікелей қызметі және қоғам борышына байланысты болатын болса, ол міндетті түрде осы баптың тармағымен қаралу керек. Себебі қараңыздар, кінәлі адам жәбірленушіні өлтірген кезде оның ниеті, не үшін өлтіргендігі тікелей оның қызметіне байланысты болу керек. Ол мүмкін өзінің қызмет бабында жүріп, ол тергеуші бола ма, заң шығарушы орган бола ма, не болмаса қандай да бір қызмет бабына қатысты соны өшпенділікпен, тағы кек алумен өлтіретін болса, мүмкін оны бұрын соттағанда жала жапты, не болмаса заң негізінде дұрыс болса да, ол жаңағы кінәлі адам оны заңсыз мені кінәлады, соттады деуде мүмкін, оны өлтіру мүмкін. Оны тікелей өзін, не болмаса оның жақындарына қаза келтіру мүмкін. Сонда міне осымен қаралады. Сонымен қоса қоғамдық борышын орындау барысында кез келген азамат ол қоғамдық борышы бар, соны атқаруда. Мысалы қылмысты тоқтатуда, қылмыскерді ұстау кезінде, мысалы араласатын болса, сол үшін сен араластың деп оны өлтіретін болса, ол қоғамдық борышын орындау. Мысалы күзетші түрлі жаңағы көңіл көтеру орындарындағы күзет қызметі бар ғой, солар жаңағы тәртіпсіздік жасағандарды, бұзақылық жасағандарды тоқтату керек қой, олардың міндеті, сол негізде сол жаңа күзетшіні өлтірсе, сен маған сүй деп айттың, сен маған шық дедің, кет деп айттың деп соған ерегесіп оны өлтіретін болса, ол міне оның қызметтік жұмысын жүзеге асыру барысында болады. Міндетті түрде оның кінәлі адамның ниетін анықтап алуымыз керек. Тағы да субъективті жағы, көрдіңіз бе? Ол не үшін оны өлтіріп тұр? Міне, сондықтан құрамның ішіндегі бізге осыларға көп назар аударуымыз қажет. Енді одан кейінгісі үшіншісінде кінәлі адамға дәрменсіз күйде екенін көріне белгілі адам. Сол сияқты адамды ұрлаумен не кепілге алумен ұштасқан. Яғни дәрменсіз адам дегенді біз білеміз, ол физиологиялық, психологиялық ауру, тағы. Былайша айтқанда, төнген қауіпке ол тойтарыс бере алмайтындығы белгілі. Ол жасы мүмкін, ол тым қартайған, тым жас болуы мүмкін. Міне,
төнген қауіпке қайтара алмайтынын біледі да соған қатысты оны өлтіреді. Көрдіңіз бе? Сол сияқты адамды ұрлаумен не кепілге алумен байланысты 125-261 баптарда адамды кепілге алды, мысалы қамап ұстап отыр, ұрлап алды, одан кейін соны өлтіреді. Көрдіңіз бе? Оған әрине оның бос жаңағы жүріс-тұрысынан айырады, оны байлап қамап ұстайды өз еркінен тыс. Сол кезде өлтіретін болса, осы ауырлатушы мән-жай болып танылатындығы. 4-ші бөлігінде кінәлі адамға жүкті жағдайда екенін көрінеу белгілі әйел адам. Енді біз білеміз, көрінеу дегеніміз ол біле тұра. Мысалы, әйел адамның жүктілігін біле тұра, ол қастандық жасауы мүмкін, тағысын тағы да бұнда субъективті жағына кептіреді тұр. Көрдіңіз бе? Ол оны не үшін өлтіріп тұр? Ол өзінің баласы ма, қызғаныштан ба, жаңағы баладан құтылу үшін ба, тағысын тағы сондай себептер көп қой. Ол сонда оның жүктілігін біле тұра өлтіретін болса, ол онда осы екінші бөліктің 4-ші тармағы бойынша тартылады. Енді қараңыздар, ол оның әйелдің жүкті екендігін ол естіп біліп, бірақ ол оған өтірік айтуы мүмкін. Әйел айтады, менің аяғым ауыр болып қалды. Әйел ма, қыз ба айтады, менің аяғым ауыр болып қалды дейді. Ол соған сеніп, оны өлтіретін болса, ол онда бірінші бөлікпен тартылып кетеді. Себебі ол жалған болып шықты. Көрдің бе? Енді әйел адам жүкті болатын болса, өзінің ішінде тағы бір адам бар дегенде саналады, сондықтан оның ауырлығы жоғары. Түсінікті ме? 5-ші бөлігіне келетін болса, аса қатыгездікпен жасалған адам өлтіру. Өлтіру тәсіліне байланысты қинау, кескілеу, тілгілеу, өртеу, түрлі жарақаттар келтіру, міне осының барлығы жаңағы адам өлтіруді. Қатыгездікпен адам өлтіруді. Сонымен қоса өзінің туыстарының көзінше, бала шағасының көзінше, жары, тым жақын, бұл жерде заң шығарушы қарастырады ғой, қаулыда қарастырады, жақын туыстарына кімдер жатады деп. Сонда бұл жерде кейін кезде айтып жүр, өзінің туыстық қатынасы болмаса да, мысалы жақын досы, оған жанашырлықпен қарайтындығы, солардың көзінше өлтіретін болса, осы аса қатыгездікпен саналады. Оны нақтырақ семинарлық сабақтарда, тәжірибелік сабақтарда қарастырамыз. Түрлі қызықты мысалдар бар. Мысалы, өзі күйеуін өлтіртеді, өзі әйелін өлтіртеді, сол кезде өзі көзінше деген ол қалай саналады деген тәжірибеде ондайлар болған екен. Соны кейін айта жатармын. Енді 6-шы бөлігінде басқа адамдардың өміріне қауіпті тәсілмен жасалған. Өлтіру тәсіліне байланысты ол бір адамды өлтірем дейді, айналасындағы басқа адамдарға қауіп төндіруі мүмкін. Мысалы, бір адамға өршесіп жүр, оны өлтірем дейді, үйдің ішіне қамайды, сыртынан өртеп жүрді. Оның ішінде басқа да адамдар бар. Көрдіңіз бе? Не болмаса, топтың ортасына граната лақтырып жіберді деп айтайықшы, енді шартты түрде. Сонда ол жарылды, оның ниеті бір адам өлтіру, бірақ басқа адамдардың өміріне қауіп төндіру. Көрдіңіз бе? Бұның өзі осы ауырлататын мән-жайға әкелетіндігі. Енді 7-ші бөлімде адамдар тобы алдын ала сөз байласқан, байласу арқылы адамдар тобы жасаған. Бұны біз білеміз, сіздермен жалпы бөлімді қарастырғанда 31-ші баптың 1-2 бөліктерінде. Адамдар тобы, яғни алдын ала сөз байласпаған, олар адам өлтіруді, мысалы, аяқ астында той-томалақта жүрді, төбелес болды, жабылды, әйтті, бүйтті, сонан кейін өлтірді. Алдын ала сөз байласқан, яғни бұлар алдын ала келіседі, уағдаласады, рөлдерді бөліп алып, бір адамға қаза келтіретін болса, бұлар алдын ала сөз байласқан адамдар тобы танылады. Бұл да ауырлатушы мән-жай. Енді 8-ші бөлігінде пайдакөмдік ниетпен сол сияқты жалдау бойынша не қарақшылықпен немесе қорқытып алумен ұштасқан. Енді бұл жерде пайдакөмдік ниетпен ниеттен бірінші анықтау керек. Енді қараңыздар, орындаушының ниеті қарақшылық жасаумен, қорқытумен, немесе тонаумен ұштасып жатса, бұнда біз ең бірінші анықтап алуымыз керек. Тағы да субъективтік жағы, оның ниеті. Оның жаңағы кінәлі адам жәбірленушінің мүлкіне ие болу үшін ол бірінші өлтіреді. Өлтіру арқылы оның мүлкіне ие болады. Мысалы, автокөлігін алу үшін оның алдында жоспар тұр, бірінші оны өлтіру. Немесе жаңағы тонау болатын болса, қарақшылық жасаған кезде оны өлтіру арқылы оның мүлкіне ие болу. Пайдакөмдік ниетпен, сонда осы 8-ші бөлікпен ауырлатушы мән-жайға жатады. Түсінікті ғой. Келесі
Бұзақылық ниетпен адам өлтіру. Енді бұзақылықты біз сіздермен кейін тарауын қарастырғанда 293-ші бапта нақтырақ қарастырамыз. Дегенмен де осы бұзақылық ниетпен адам өлтіру, яғни болмашы себеппен қоғамды сыйламаушылық, аяққа таптау, ерекше әдепсіздікпен ұштаса келе адам өлтіретін болса, бұзақылық ниетпен осы екі баппен тартылады. Бірінші бұзақылық, екінші адам өлтірген үшін 9-шы тармағы бойынша қосымша жауаптылыққа тартылады. 10-шы басқа қылмысты жасыру немесе оны жасауды жеңілдету мақсатымен жасалған, сол сияқты зорлаумен немесе сексуалдық зорлық-зомбылық әрекеттерімен ұштасқан. Яғни ол 120-121 баптарды қоса, бұл қоса тартылатындығы. Мысалы, адам басқа қылмысты жасыру, бір қылмыс жасады, бір адам біліп қойды, ол енді ол айтып қояды деген немен оны өлтіреді. Ол түсінікті, қылмысты жеңілдету үшін қойманы тонау керек олар, қылмысты жеңілдету үшін оның күзетшісін өлтіреді. Көрдіңіз бе? Сонда бұл осы 99-ші баптың 10-шы тармағы бойынша. Зорлаумен немесе сексуалдық зорлық-зомбылық әрекеттерімен ұштасқан. Осы кезеңде 120 плюс 99-дың 10-шы тармағы бойынша жауаптылыққа тартылады. Зорлау кезінде ол өлтірсе, жаңағы қатыгездік жасап, тағысын тағы, тұншықтырып, тағысын тағы. 11-ші тармағында әлеуметтік, ұлттық, нәсілдік, діни өшпенділік немесе араздық не қанды кек уәжі бойынша өзгелерін төмендету, өзін ерекшелеу, ұлықтау, өшпенділік, кек алу дейді. Бұл қылмыстың қозғамы дейміз, мотиві болу керек. Ол басқа ұлтты жек көру, олардан айтамыз ғой, өзінің түрлі субъективті жағынан туындаған ниеттердің салдарынан осылай адамға қаза келтіретін болса, 99-ші баптың 11-ші тармағы бойынша жауаптылыққа тартылады екен. Енді 12-ші бөлігі тармағында жәбірленушінің ағзаларын немесе тіндерін пайдалану мақсатымен жасалған. Бұнда да адамды өлтіру өз алдына, адамды өлтіргенде оның мақсаты оның тінін, ағзаларын алып сату арқылы ол пайда күтіп ниетте болу керек. Әрине оның ағзасын сатқаннан кейін ол өзіне мақсат, алдындағы мақсаты бар, пайда табу қандай да бір. Сол үшін адамды өлтіретін болса, оның тінін алу үшін осы 12-ші тармақ бойынша жауаптылыққа тартылады. Бұның өзін біз сіздермен кейін қарастырамыз. Бұл өте күрделі қылмыстар. Бұл бірнеше рет болуы мүмкін. Сонан кейін 15-ші тармақ тұр ғой, қылмыстық топ жасауы мүмкін. Мына қараңыз, адам бұның бүйрегін сатайын деп адамды өлтіреді, оның бүйрегін алып пакетке салып қолына ұстап жүре ме, барып базарға шығады, кім бүйрек алады деген сияқты. Мысалы, әсірелеп айтқанда ондай болмайды ғой. Оны алғаннан кейін міндетті түрде арнайы адамның ағзаларын тасымалдайтын контейнерлер болады. Оның бұзылып кетпеу үшін де, былайша айтқанда сөйтіп айтайықшы, оны сақтау үшін, бір жерге жеткізу үшін арнайы өзі құрал жабдықтар болады ғой. Оны кез келген полковник мырза, қазір 1 минуттан кейін өшіп қалады ғой. Ау. 1 минуттан кейін өшеді ғой, не істейміз ары қарай? Қайттан ашып кіреміз бе? Сөйтейік. Қайттан кірейік. 10 минут бар екен. Болды. 30 минутта өшіп қалатын еді ғой Zoom. 40 минут екен, 10 минутымыз бар. Міне, егер де жаңағы көрдіңіз бе, осы 12-ші баппен кез келген адам оның бүйрегін, жүрегін сатайын деп кесіп алып, оны тасымалдап жүрмейді ғой, кім алады деп. Бұның өзі 15-ші бөлігі тұр ғой. Сонымен міндетті түрде ұласады. Себебі ол қылмыстық топ. Ол белгілі бір адамдар, медициналық жаңағы мекемелер, адамдар араласады. Көрдіңіз бе? Оны алатын адам алдын ала келіседі, қандай, кім адамды анықтайды. Кез келген адамның бүйрегі немесе жүрегі екіншісіне келе бермейді ғой. Мәшиненің саймандары сияқты. Көрдіңіз бе? Оның бәрін анықтайды. Оны қадағалаушы, бақылаушы, ол күрделі. Сондықтан 12-ші пайда табу ниетінде ол орындаушы ғана болуы мүмкін, ал бірақ оның әр жағында 15-ші тармақты қамтитын әрекеттер тұр. Түсінікті, оны кейіннен тоқталамыз. 13-ші тармағына келетін болса, бірнеше жасалған, ол тағы да қайталап айтамыз, жалпы бөлімдегі 12-ші баптың 1-ші бөлімінде қаралған. Бірнеше жасалған дегеніміз, яғни ол бұрын қылмыс жасалған, сол қылмыстар үшін жауаптылыққа тартылмаған, осы қылмысты қайталап жасапты. Бірнеше деген ол басқа қылмыстар емес, ол нақты осы адам өлтіруді жасаған.
бұрында адам өлтірген болатын болса, ол бірнеше рет жасалған болып танылады, түсінікті. 15-ші бөлімде көрнеу кәмелетке толмаған адамды субъективтік жағы. Көрдіңіз бе? Ниеті. Ол біледі, оның кәмелетке толмағандығын, соны біле тұра, оған қаза келтіретіндігі. 15-ші бөлімде жаңағы айтып жатырмыз, қылмыстық топ жасаған, сол сияқты төтенше жағдай кезінде немесе жаппай тәртіпсіздік барысында жасалған адам өлтіру. Қылмыстық топ түсінікті, олар бір немесе бірнеше қылмыс жасау үшін топтасқан, яғни өзінің рөлдері бар, тағы өзінің сипаттамалары бар, белгілері бар қылмыстық топ. Сол сияқты төтенше жағдайда өзіміз білеміз, төтенше жағдай дегеніміз ол жаппай халық үшін ол өте қиын жағдай. Осы қиын жағдайды топан су басу, жер сілкінісі, барлығы басқа да проблемамен жүрген кезде олар адам өлтіретін болса, осы 15-ші бөлігі бойынша тәртіпсіздік барысында жаңағы митингі кезінде жаппай тәртіпсіздікке ұласып кететін болса, адам өлтіретін болса, осы 99-ның 15-ші тармағы бойынша жауаптық қарастырылған. Яғни мынау қылмыстық топтың анықтамасы қылмыстық кодекстің 3-ші бабы бар ғой. Сонда қарастырылған 24-ші бөлігінде 31-ші баптың 3-ші бөлігінде қарастырылған. Оны өздеріңіз нақтылап тағы талдау үшін қарастыруларыңызға болады. Енді бұған жауаптылықты қарастыратын болсақ, мүлкі тәркі немесе онсыз 15 жылдан 20 жылға дейін не өмір бойына бас бостандығынан айыруға жазаланады. Көрдіңіз бе? Осы аталған 15 тармақтың барлығы осы аса ауыр қылмыстарға жатады. Енді жаңа айттық, 3-ші бөлігі кейіннен кіргізілді 2019 жылы 27 желтоқсанда. Бұл не үшін? Жас баланы өлтіру. Бізде қоғамдық резонанстар кәмелетке толмағандарға, оның ішінде жас балаларға қатысты қылмыстың түрлері өршіп кетті. Соның алдын алу үшін заң шығарушы осы бөлікті енгізді. Яғни ол үшін жаза белгілі бір лауазымда атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, 20 жыл мерзімге бас бостандығынан айыруға не мүлкін тәркілеп немесе онсыз бас бостандығынан өмір бойы айыруға жазаланады. Міне, біз білеміз, жаза тағайындау кезінде жазаның түрлеріне келген кезде санкция. Бас бостандығынан айыру жазасының өзі басы және шегі бар. Мысалы 3 жылдан 5 жылға дейін, мына жерде 15 жылдан 20 жылға дейін деп тұр ғой. Міне, бұдан айырмашылығы мына жерде тек нақты көрсетілген. Осы 3-ші бөлігінде 20 жыл мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады дейді. Жалпы міне осы бұны біз сіздермен сабақ барысында нақты қарастыратын боламыз. Сұрақтарыңыз болса, дайындап қоюларыңызға болады. Енді келесі бабымыз жаңа туған баланы анасының өлтіруі дейді. 100-ші бап. Бұның өзін заң шығарушы не үшін енгізіп отыр? Бұны жаңа жоғарыда айтып өттік қой, жеңілдетуші мән-жайларды қарастырылады. Бұл жерде де адамның өмірі, объективтік жағы анасының өзінің жаңа туған баласын босану кезінде, сол сияқты одан кейін кезеңде психикасын күйзелетін ахуал болған жағдайларда немесе есінің дұрыстығы жоққа шығарылмайтын психиканың бұзылуы жағдайында өлтіру дейді. Объективтік жағының диспозициясында осылай анықталған. Енді субъективтік жағына келетін болсақ, 16 жасқа толған жаңа туған сәбидің анасы. Бұл жерде тек қана анасы ғана бола алады. Басқа да адамдардың болуы қылмыстың субъектісі мүмкін емес. Сонда бұны арнайы субъекті деп атауымызға болады. Естеріңізде болса, субъектіні қарастырған кезде жалпы субъекті, арнайы субъект дейміз ғой. Сонда бұл жерде де біз сәбидің анасы деп нақты арнайы субъект деп атай аламыз. Енді субъективтік жағына келетін болсақ, тура немесе жанама пиғылда болатындығы, жағы ол міндетті ғой, әрекетсіздікпен де болады, әрекетпен де болатындығы. Жағы әрекетпен болу, ол тұншықтыру мүмкін, тағысын тағы қаза келтіру мүмкін сәбиіне, ал жанама пиғылы оны қоректендірмеу, аштан өлтіруі, осы тағысын тағы өзіне міндетті әрекеттерді жасамауы. Енді анасы баласын күтуі, қоректендіруі ол міндетті ғой, ол басқа бір адам емес. Сонда ол әрекетсіздікпен де жүзеге асуы мүмкін. Енді бұның санкциясы 4 жылға дейін қарастырылған екен, бас бостандығынан айыру жазасы. Енді аффект жағдайында жасалған адам өлтіру. Бұл да жеңілдетуші мән-жайларда, себебі адамның психикалық ерекшелігіне мән беріледі.
объектісі адамның өмірі, объективті жағы кенеттен туындаған қатты жан күйзеліс, аффекті жағдайындағы жасалған адам өлтіру дейді. Оның санкциясы 3 жылға дейін, субъективті жағы табан астында туындаған тікелей немесе жанама нысандағы кінә. Оның екінші бөлігінде 2 немесе одан да көп адамды өлтіруі, яғни 5 жылдан 5 жылға дейін жаза қарастырылған. Енді бұл жердегі неге назар аударуға болады? Енді субъективті жағында табан астында туындаған тікелей немесе жанама нысандағы кінә дейді ғой. Сонда біз естеріңізде болса жоғары жақта қарастырылған кезде субъективті жағында кінәнің жаңағы ниетін екі түрлі қарастырамыз ғой. Қасақана болатын болса, ол бірнеше уақыт жоспарлануы мүмкін. Ол жаңағы адамға қаза келтіруді қандай да бір әрекеттерді жоспарлай отырып белгілі бір уақыт аралығында болуы мүмкін. Ал мынау аффект жағдайында ол кенеттен туындайтын адамның жай күйінен туындайтын ниет тікелей де туындауы мүмкін, жанама да болуы мүмкін. Сонда біз осы жердегі субъективтік жағынан басқа қылмыстардан айырмашылығына назар аударғанымыз дұрыс болады. Енді субъектісі 16 жасқа толған есі дұрыс адам, яғни 15-ші баптың 1-ші бөлігінде қаралған жалпы субъекті бола алады екен. Жақсы, ал келесі. Енді денсаулыққа қарсы қылмыстық бұзушылықтар дедік қой, жаңа біз өмірге қарсыны қарастырдық. Енді денсаулыққа қарастырған кезде қасақана ауыр зиян келтіру 106-шы бап, одан кейін орташа ауырлықта зиян келтіру 107, қинау 110, аффект жағдайда денсаулыққа зиян келтіру 111-ші бап, қажетті қорғану шегінен шығу кезіндегі денсаулыққа ауыр зиян келтіру 112-ші бап, қылмыс жасаған адамды ұстау кезіндегі денсаулыққа зиян келтіру 12-ші бап және 114-ші бап денсаулыққа абайсызда зиян келтіру. Енді бұның жалпы құрамына тоқталатын болсақ, объектісі адамның денсаулығын қамтамасыз ететін қоғамдық қатынас, объективті жағы белсенді іс-әрекет немесе әрекетсіздік арқылы жүзеге асатындығы, субъективті жағы тікелей немесе жанама қасақаналықпен жасалатындығы. Субъектісі есі дұрыс, 15-ші бапта айтылғандай 14-16 жасқа толған жеке адам болатындығы. Жақсы, ары қарата көрейік. Енді денсаулық қасақана зиян келтірудегі 106-ші баптың құрамын қарастыратын болсақ, адамның денсаулығын қамтамасыз ететін қоғамдық қатынас дедік. Объектісі объективті жағы материалдық құрамдық міндетті түрде жаңағы әрекет пен зардаптың арасындағы себепті байланысты талап ететіндігі. Егер де осындай себепті байланыс болмайтын болса, біз білеміз, қылмыстың құрамы болмайтындығы. Енді субъектісі 16 жасқа толған, 1-ші бөлігі бойынша, 2-ші бөлігі бойынша 14 жасқа толған екен. Тура немесе жанама пиғылды қамтиды. Енді санкциясында 3 жылдан 8 жылға дейін қарастырылған екен. Бұның саралаушы құрамы бар. Саралаушы құрамы көбінесе жаңағы 99-ші бапты қарадық қой. Сондағы әрекеттер қаралған. Семинар сабағының сұрақтары жаңағы міндетті түрде қаулыны жазыңыздар. Содан кейін мынау жаңағы слайдтарды жіберем, соны қарайтын боласыздар. Жақсы, сұрақтарыңыз бар ма?